тәрбие кімге бердік? Біз тәрбиені ақпараттық құралдарға бердік. Ал ақпараттық құралдардағы тәрбие реттелмегеннен кейін психология еріксізден бұзылады. Бұған жауапты кім? Ақпарат министрлігі. Олар қайда деген заң сұрақ туады осы жерде. Цифрлық даму министрлігі бар. Өйткені бәрі қазір ақпаратта. Мен қарапайым сіздерге психологияның бұзылудың бір себебін айтып берейін. Просто қарапайым мынау екі каналдың кешкі бағдарламасы да. Мысалы мынау НТК ма, КТК қойдым. НТК. Мен кешкі 7-ден бастап, 6-дан бастап жұмыстан келіп, отбасыммен телевизор көрдім делік. 18:00-де убийца, 20:10-да, сонда біз 2 сағат 10 минут убийцаны көреміз. 20:10-да однажды в России, 20:30-да триггер боли, 22:10-да клуб убийц. Бұл бір канал. Екіншісін көрейік. Кешкі сағат 19:30-да кешкі жаңалықтар, 20:00-де астарлы ақиқат. Не талқылаймыз бұл жерде? Әкесімен жыныстық қатынаста болған бала, әйелін сабап ажырасып кеткен адам, күні кешкен осыны көрсетеді, осыны талқылаймыз. Әртісті, 2 әйел алған, 3 әйел алған, неше атағым, не қажеті барын оның бізге? Бұдан психология бұзылмай ма? Бұзылады. Кешкі жаңалықтар, одан кейін «Спасти веру» мелодрама, «Золото 2» остросюжетный детектив. Маруся мелодрама. Мен семьяммен осыны көргеннен кейін отбасымдағы психология қалай бұзылмайды? Қалай оны күні кешкеден көргеннен кейін менің балам ой бұзылмайды? Күні кешкеден телевизордан, интернетті ашып басаң кім? Жаңағы Евгений Руинович айтқан психологтарың. Отырып алған, ажыраса сал, ата-ананы тыңдама. Сәлем социал медианы түсіріп атқан сериалдарын көріңіз. Бас аяғы боқты түгел. Бала тәрбиеленбегеннен кейін психологиясы бұзылмағанда қайтеді? 100 жерден сіздер мына жерде 1000 маман тәрбиеленіңіздер. Ол ешқандай нәтиже бермейді. Бізде қарапайым психолог мектептегі жынысына қарап бөлінбейді. Ал ер бала әйел психологқа өзінің проблемасын айтпайды, өліп бара жатса да. Қыз бала ер адамға айтпайды. Оны да біз бөлмегенімізде мектепте айтыр бір психолог деген адам бар. Кісі баласы абайша айтқанда. Өзі неғып жүргенін өзі білмейді. Кейбіреуі бар шығар, барып істегісі келетін, талпынғысы келетін. Бірақ мына институт қалпына келмейінше, оның да жұмысынан қандай да бір нәтиже болмайды. Сондықтан менің ұсынысым бірінші, психологтардың қажеттілігі бар екені рас, бірақ мына тиісті институттар, мамандар психологтың жұмысының нақты жүйесін қойып алсын. Психологтың мақсаты не? Баланы ажалдан алып қалу керек болатын болса, суицидті ойлардан алып қалу керек болатын болса, ол өте кәсіби маман болу керек. Ол баламен сөйлесе алу деген оңай нәрсе емес. Біз балабақшада баламызға туасасымен Маша Медведьті көрсетеміз, фиксикиді көрсетеміз де, ол мектепке барғанда оқу ағарту министрлігіне ренжиміз. Мен балам неғып қазақша сөйлемейді. Атам қазақ айтты, балаң ұяда не көрсе, шыққанда соны біледі деді. Ақпарат түзелмейінше, біздің балалар алып жатқан ешқандай психология түзелмейді. Сондықтан барлық осы отырған ведомстволардан бір өтінішім, бізге анықтама беріңіздер. Нақты осы бағдарламалардың психологиямызға әсер ететінін дәлелдеңіздер, айтыңыздар. Бізге ғылыми түрде құжат беріңіздер, сонан кейін ақпарат министрлігімен жұмыс істейік. Басқа мен шешу көріп тұрған жоқпын. Қазір ақшаны анда салайық, мында салайық, ешкім 24 сағат баланың қасында болмайды. Баланың қасында телефоны болады, не телевизор болады. Сол жерде ойыны бар, басқасы бар, түгел осының ішінде.